Дұрыс сөйлейік бағдарламалар циклы. Анар ханым, біз алдыңғы бағдарламада қаратпа сөз әдебі туралы сөйлестік, Енді барлық осы циклдағы бағдарламаларды мұқият тыңдап отырсақ, арасында мысалы сөз бар, сосын қазақы деп тіркеп, біз қазақы әдепке байланысты айтамыз, қазақы формаларын көрсетіп жатамыз. Енді біз қаратпа сөздің қазақы қаратпа сөздеріне тоқталсақ, бұл қалай болды? Дұрыс байқадыңыз, Нұрсұлтан. Қазақы дегенді қосатын себебіміз ауызша сөйлеу көбінесе ол бейресми қарым-қатынасты жүзеге асады. Бейресми қарым-қатынасты жүзеге асқан соң міндетті түрде ұлттық сөз этикетін, ұлттық сөз әдебін сақтауға тура келеді. Сондықтан қаратпалардың ішінде де қазақы қаратпа деп бөлек ажыратып алып отырмыз. Өйткені енді әдейі кез келген қаратпа қазақы қаратпа ғой қазақ тілінде. Бірақ әдейі көрсетейік деп әдейі ерекшелеп отырмыз. Мысалы, кейінгі кездері бәленбай-бәленбайұлы, бәленбай-бәленбай қызы деген ресми қаратпаның түрі көбейіп кетті, бір нормаға айналып кетті десек те болады. Ал енді осыған біздің ұлттық дәстүріміз тұрғысынан қарасақ, бұл өте қате қолданыс. Өйткені кез келген адамның әкесінің атын елдің көзінше атау әдепсіздікке жатады. Әдепсіздік болып саналады. Тіпті оның әкесі марқұм болып кетсе, тіптен бір сондай бір дөрекі көрінеді, ерсі көрінеді қазақ мәдениеті тұрғысынан алғанда. Енді бірақ қазір амал жоқ, оған тоқтау қоя алмаймыз. Біз бұл туралы көп айтқанбыз. Оның орнына қолданылатын қазақтың осы этикетіне, мәдениетіне қарсы емес қандай қаратпалар бар дегенде, ол егер ол қаншама ресми қатынас болса да, сізден жас үлкен болса, ол кісіге аға деп айтқан абзал. Егер мысалы ер адам, мысалы сізден жас үлкен ер адам болса, оған құр аға дей салмай, оның атының бастапқы буынына ағаны қоссаңыз тіпті әдемі болады. Мысалы Нұр аға, Шер аға, Әл аға, Өм аға дейді, Өмірзақ ағайды. Мысалы осылай қосып айтса, бұл нағыз қаратпаның бір қаратпасы болады да, керемет. Одан кейін егер енді күнделікті ресми қатынаста күнде көріп жүрген адамыңыз болса, онда оның қазақтың жалпақ сәке, мәке деген формалар жақсы келеді. Сәке, Нүреке, Мәке деген сияқты, Айеке деген сияқты, Әлеке деген сияқты. Осындай форманы қолданған абзалырақ. Ал енді жасы сізден кіші болса, онда оның әкесінің атын атамай-ақ, құр атын атай салсаңыз, бұл ешқандай дөрекілік емес. Ешқандай дөрекілік болып саналмайды. Енді бұл осы. Одан кейін мынау көшеде мысалы танысып жатқан кезде, әсіресе қыздар мен жігіттер, орыстың жігіті немесе орыс тілділер мысалы қызды көрсе девушка дейді, можно с вами познакомиться. Парень дейді қыздар кезінде. Парень, подойди сюда дейді, мысалы, дөрекі сөйлегенде кісі, или молодой человек дейді, немесе осының барлығы біздің мәдениетке салғанда өте дөрекі болады. Өйткені қыз бергел танысайық, жігіт наған қара, жас жігіт, молодой человек деген ол бір түрлі естіледі. Сондықтан қазақ қаратпа, бұл мен бір өткен аудиокурста айтқанмын, ол туыстық атаулардың ғана негізінде тұрады, және оларға мысалы и деген жұрнақты жалғайсыз. Мысалы аға, ағай, апа, апай, әпке, әпкей. Енді өзіңіздің жеңгеңізбен жасты әйел адамды көрсеңіз жеңге дейсіз, Ал енді өзіңізден кіші қызды көрсеңіз қарындас дейсіз, ер адам болсаңыз. Әйел адам болса сіңлім дейді. Дегенді де қосуға болады, сіңлім деген сияқты, інім деген сияқты. Осындай қаратпаны қолданған абзал. Енді қараңыз, бұл жердегі туыстық атаулар бұл қаратпа деңгейіне көшкен кезде туыстық мағынадан ажырайды. Бұл жерде ол сенің ағаң емес қой. Туыстық мағына ол қаратпаның қызметін атқарып тұрады. Бірақ бір қызығы, мына қарындас деген сөзде үлкен мән бар. Осы туралы профессор Нұргелді Уәлиев деген ағамыз айтады. Біздің қазақтың жігіті көшедегі кез келген қарагөз қазақтың қызына қарындас деген кезде, ол қыз, ол жігітке шынымен де өзінің ағасына қарағандай сенім артып қарайды дейді. Бұлардың арасында ешқандай бір бұзақы ойлар тумайды. Ол өзінің туған қарындасындай қарайды дейді да. Сол тұрғысынан келгенде ол кісі айтады, қазақтың қызының хиджабы жүрегінде дейді. Оның хиджабы жүрегінде, өйткені ол қазақтың кез келген баласының қарындасы дейді. Сондықтан енді осы бұның ар жағында үлкен мән жатқанын білгеніміз абзал. Былай қарағанда жай қаратпа сияқты.
бірақ оның адамдардың қарым-қатынасын жылылату үшін, араларын жақындату үшін, жаман ойлардан ажырату үшін осы ұлттық қаратпаларды жандандыру керек. Рахмет сізге, Анар ханым, біраз қызықты мағлұматтар, қажетті ақпараттар сізден естідік деген ойдамыз. Вики білім қоғамдық қоры. Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитеті тапсырысы бойынша дайындалған. Алматы қаласы, 2015 жыл.